Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен KZ Game. Және бүгін біз ұтуды Brawl Stars'та қалай жеңу керектігін көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Ол үшін бірінші ойынды бастаған кезде 3 адамды осындай күлген смайликті жіберсе не кішкене артады деп ойлаймын. Өйткені мен солай кейбір кезде бастағанда мысалы екеуінде отырмын. Содан кейін мені олардан асада келе жатыр. Және осы асадан қалай жеңу керектігін көрсетемін. Достар, бұлай асадан алдына тұрып алыңыздар. Сіздерде ол және здоровьяларыңыз көп болса, ол сіздерді ұрам дегенше оны асадан қорғайтын соққы ұрып тастайды. Солай мысалы бірінші деңгейдегі асада келсе, оны осылай ақ тез жеңе саласыздар, даже 100-100 болып қалады. Ал кейбір адамдар оның алдына тұрып алмайды. Оған соққы беріп, яғни алдына тұрып аласыздар да өздеріңіз соққы беріп отырсаңыздар, өте керемет болады. Міне ананың несін құртып жіберейік. Өте керемет болады, алдына тұрып алыңыздар. Және сіздерде здоровья көп болса, хп-ларыңыз өте жақсы. Негізі бірақ адам күлген емес, 3 адамда күлсе, мысалы күлген смайликті қойса, бастағанда қуанышты смайликті, сол кезде кішкене ұтуға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Ал асадан ал 20-ші недегі асадаларды жеңу қиын, әрине. Бірақ сол ең бірінші асаданы солай ақ жеңе салыңыздар. 100-100 болып қалады. Бәрібір жеңілдік. Болды, жеңілдік. Міне тағы бір ойынды бастаймыз. Міне. Оның неге ашуланған ғой? Ең болмағанда 2 адам ойса жақсы болады. Кольт біреуін алып кетті, бармандар. Екінші ревендегіні 100-100 олып жеңу үшін. Және қасында анау команданың адамдар көмектеспеуі керек. Мені жеңіп тастадық. Мені алдына тұрып алайық. Алдына тұрып ал. Алдына тұрыңызда. Мені 82% кетірді. 12%-ін құртты солай. Негіз мен ғана емес, аналарда көмектескенде 100-100 болатын бет. Жинай. Енді 6-шы деңгейдегі кетіп бара жатыр. Ананы жарып тастаймыз. Пук. Сосын осылай супер атакаларыңызды да соған тастай салыңыздар. Және соңғы асада роботы мұнда бияны жарайық. 6-да 1 жоқ. 8, оларда 8 болды. Олардікін жарып тастау керек тезірек. Егер бәрібір олар ұтатын болса, олардың асада
олар Асада жағына бару керекпіз. Алайда мынау біздің олардың асадасы келмей тұрып, олардың несін құртайық. Оп. Жоқ, ең болмағанда сақтап қалу керек мына нені. Блок міне 50% оңай болды. Міне осылай өте салды. Осылай алдына тұрсаңыздар көрдіңіздер ма, көп кетпейді. Және өздеріңіз шабуыл жасап тұрасыздар. Ал біз келесі тәсілге кеттік. Келесі тәсіл броулболда. Броулболда бір ескертетінім, ортаға қарай барлығыңыз допты алуға бір шетке жиналып қалмаңыздар. Ол кезде алыстан атып үшеуіңізде жоқ қылады да. Үш команданың ойыншысын жеңіп тастайды да, өздері гол тығады. Үшеуіңізде допқа қарай жүгірмеңіздер. Гол. Артынан келіп олардың шабуыл жасасаңыздар болады, но негізі кетіп қалды. Артынан келіп шабуыл жасайым дегенше осылай ал кетпесін, бірақ қазір ол мынандай карталарға, андай қабырғалар көп, сондай карталарға жақыннан ұратын соларды алсаңыздар болады. Ал ашығырақ кішкене неге нені аласыздар. Сосын кедергі болып тұрған қақпаның несін алып тастайсыздар. Қабырғасын алып тастаңыздар, өте жақсы болады. Гол әйтпесе супер атакамен немесе супер соққымен немесе солай гол тығуға ыңғайсыз болып кедергі жасайды. Күчік. Гол. Қақпаға жақындап қалсаңыздар, супер соққыны сақтаңыздар. Және кез келген жерде динамайттың өте жақсы. Осындай броулболға динамайт жақсы ол. Және өткізіп алдым достар. Қазір Джекиді жеңіп тастау керек. Джеки, давай алып кел. Әкел. Осылай гол тығысаңыздар болады. Достар, және де қазірше 2 подписчик. Соған 2 подписчик лайктарыңызды басып етсеңіздер болады. Негізі сіздер қарамайды шығар деп не шығаранымды білмей жүрмін. Келесі жолы андай сіздерге бір аңыздарды көрсетемін. Бір Бравл-Старс туралы қызықты нелерді көрсетемін. Соларды келесі кездескенше. Және тағы бір тәсіл қалыпты, соны айтуды ұмытып кеттім. Бұл жерде ешқандай әдіс жоқ. Өздеріңіз ойнағанша ойнайсыздар. Бірақ бұяқта егер қатты жеңіліп бара жатсаңыздар, көп ойын бойы 10-шы, 9-шы орын, 8-шы орын алып бара жатсаңыздар, бұлай адамдарға көмектесіңдер деп, немесе осылай қайғылы смайликті көрсетесіздер. Сол кезде кейбір адамдар сіздерге ұрмайды, ұрмағанда соққы бермейді. Бұлай басын жайқайсыз деп, бұл не басын жайқаған мен өзімде түсінбей жүрдім. Айналғанды сөйтсем ол деген не келіскен сияқты типа
басын чайкаган сыяктуу экен. Сосын сиздер мисалы саған көмектескен адам мен столкновениеде калсаңыз жеңиле салыңыз, өйткөнү жеңип кетүүі мүмкүн, және ондай болса адамдар экинчи рет үйтүп аяуга тырыспайды негизи. Мисалы маганда мен бирөөгө көмөктессем, ол сосын мага кайтынчалык жасаса, мен эчкимди мен келесі оюнда уже эчкимди олай аяп тургум келмей калады. Шамам жететін анандай банкс аз немесе басқа әлсіздеу не болса ұтып аласың әрине. Және олай бағана қызық ойын болды, барлығы ешкімге тиіспей, барлығы бір-біріне зона жақындап қалды, барлығы бір-біріне андай смайликті көрсетті. Сосын ешкімді естемей 8 боец тұрған 8 бравлер, солар ворын соққы беріп жатыр еді, оны жеңіп тастады. Содан кейін 8 адам осылай айналып андай мынау зона жақындап қалған, сол кезде айналып тұрдық, метеориттер құлап аттады, сөйтіп солай жеңілді. Бір кезде неміз азайған соң Фрэнк соққы берді, сөйтіп шайқас болып кетті. Бірақ оған дейін ешкімге соққы бермей осылай тұрған. Жоқ, мынау кішірек болды, бұдан да зона кішірек болды. Солай достасып тұрсаңыздар болады, бірақ жеңілетін адам керек қой. Мынау ворон вирус таратады, мынау витамин ішеді, ворон вирус таратқан сияқты болады. Солай істейсіздер достар. Бар айтарым осы достар. Әрине қызық емес, жаман бір бәле шығар, бірақ енді солай түсірдім. Анау телепорт жасап кетті, бәрібір жеңілді. Осы достар. Фойти басылмай қалды ғой. Неге басылмай қалды? Осылай достар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.